балалар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгін ауа райы қандай болып тұр? Тамаша. Күн жарқырап тұр, жылы болып тұр. Жылдың қай мезгілі қазір? Көкке. Кем мезгілі. Кәне бәріміз шаттық шеңберін орындайық. Күн шуағын шашады. Жауында жауып алады. Көктем келіп жеткенде ағаштар бүршік жарады. Я, балалар, көктем келген кезде жан-жануарлардың бәрі ұйқысынан оянады екен. Тіршілік атаулының бәрі оянады. Ағаштар бүршік атады екен. Балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың жауабын ойланып жауап бересіңдер, Жауымнан мен қашқанда ағаштарға самғап барам. Ал қарным ашқанда отырып жаңғақ шығам дейді. Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы балалар. Балалар, экранға назар аударайықшы. Не көріп тұрмыз? Тиын. Тиын қайда жүреді екен балалар? Ағашта. Ағаш діңгектерінен жоғары төмен өрмелеп жүреді екен. Құйрығын қарайықшы тиынның. Қандай екен? Ұзын екен. Саламатсыздар ма балалар? Ой, қандай әпесін балалар. Балалар, мен қыстан әлсіреп қалыппын. Енді көктем келгесін көңілім көтеріліп, сіздермен бірге денемді шынықтырсам деп көмек сұрап келіп тұрмын. Балалар, тиын бізден көмек сұрап келіп тұр екен. Тиынға көмектесеміз бе? Жарайсыңдар. Тиын ендеше бізбен бірге болып, бірге жаттығамыз. Бойыңызды бірге сергітетін боламыз. Енді мен сендердің қолдарыңа қазір допты таратып берем. Балалар, біздер қазір доппен жалпы дамыту жаттығуын орындайтын боламыз. Қолымызды алдымен аяғымыздың арасын ашамыз, иықтың көлеміндей. Енді қолымызды екі қаттарға түсіреміз, бәріміз тұрайық балалар. Алға созамыз қолымызды, жоғары көтереміз, түсіреміз. Ал кет, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді тіземізбен отырамыз, тізелеріңе отырыңдар, тұрыңдар, тұрып отырамыз тіземен. Енді қолымызды екі жаққа созамыз. Созыңдар қолдарыңды. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Допты түйістіреміз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыңдар балалар. Қолдарыңды допты алып иығымызға қоямыз. Бәріміз бірдей. Алға қарай және артқа қарай қолымызды айналдыратын боламыз доппен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Балалар, енді біздер тыныс алу жаттығуын орындаймыз. Қолымызды алға созамыз, шарды аламыз. Аузымызға шарды алып үрлейміз. Мінекей балалар, шарды үрдік. Балалар, бізде бүгін бірнеше тапсырмалар бар, балалар? Мұқиятпен тыңдаңдар. Тиын бізге сол тапсырмаларды орындап отырады. Мына алдымызда тұрған күлгін тақтайға төменнен жоғарыға қарай, қол алақан мен табанды тіреп отырып, өрмелейміз жоғарыға қарай. Әнекей бастап, тиын өрмелеп келеді жоғарыға қарай. Жарайсың, тиын. Өте жақсы. Алақан мен табанды тіреп отырып, жоғарыға қарай өрмелеп келе жатыр. Енді екі алақаныңа қарағай бүрлерін салып, кеудені тік ұстап, қолымыз созып, тепе-теңдікті сақтай отырып, жоғарыдан төмен қарай түсеміз. Жарайсың. Бұл біздің бірінші тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз. Қолымызды белімізге ұстап, аяғымыздың арасын қосып, қос аяқта итерілу арқылы секіреміз. Құрсауға секіріп өтеміз. Секіргенде аяқты сәл бүгеміз. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз кім алысқа лақтырады ойын жаттығуы. Алақанымызда оң және сол қолымызда ағаш түрлері тұр. Соны иығымыздан асырып қолымызды созып, алға қарай лақтырамыз. Жарайсың. Қол шапалақтай қалды. Жарайсың. Осы аяқтар өте жақсы. Енді аяғымызды. Аяғымды. Енді оң қолымызды асырып лақтырамыз. Еттен дұрыс.
Өте жақсы. Өте жақсы. Аяғымызды қоямыз. Оң қолымызбен және сол қолымызбен. Сол қолымызбен. Жарайсың, балалар, қол шапалақтайық. Жарайсың, Димаш. Балалар, енді бәріміз шеңберде тұрып алдық қой. Енді сергіту сәтін орындайтын боламыз. Малайlar, қане хоккей покеріне, үлкен шеңбер жасаймыз, ал енді бастайық. Қолыңды алға соз, қолыңды артқа тарт, қолыңды алға соз да сілкіп ал. Бұл көңілді билеп жар айналып, қанеке билейік. Қолдарды алға соз, қолдарды артқа тарт, қолдарды алға соз да сілкіп ал. Бұл көңілді билеп қол соғайық, қане қол соғайық. Аяқты алға соз, аяқты артқа тарт, аяқты алға соз да сілкіп ал. Ал балақа енді отырайық, отырып билейік. Екі аяқ алға соз, екі аяқ артқа тарт, екі аяқ алға соз да сілкіп ал. Ал енді қанекей біз тұрайық, тұрып билейік. Басыңды алға ий, басыңды артқа тарт, басыңды алға ий деп шайқап ал. Бұл көңілді бимен ән айтайық, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ортаға кел жинал, шеңберге қайта тұр, ортаға кел жинал да секіріп биле. Бұл көңілді биді билеп болды, басымызды иейік. Біздер қазір орныңда тақиын ойынды ойнаймыз. Міне, әрқайсың өз орындарында, өз жұптарымен тұрсыңдар ғой. Қазір музыка ойналады. Сол кезде сендер шығып билейсіңдер. Музыка тоқтаған кезде өз орындарына тұрып қалуларың керек. Түсінікті ме? Ал шеңберден шығып билеп жүреміз. Ой, жарайсыңдар балалар. Тез сендер орындарды тауып алыңдар, солай ма? Тағы бір айтайық. Мына шеңбердің адамы қайда? Қайда мына жерде ойыншы? Кім шатасқан балалар? Кім шатасқан? Балалар кім шатасты екен? Тиын қысқа. Тиын неге шатастыңыз? Орныңызға тұрыңыз. Балалар тиын шатасып кетті, солай ма? Ой, керемет балалар, өте тамаша болды. Ойым сергіп, рахаттанып қалдым. Рахмет сіздерге. Енді балалар, дәруменге бай жемістер жеп жүрміздер. Үнемі жеміс жеп жүру керек. Мынау сіздерге сыйлығым. Балалар, сіздерге тиын ұнады ма? Тиын орманнан өзімен бірге дәрумендерін алып келіп жатыр. Үнемі дәрумен жеп жүріңдер дейді. Дәруменге бай өнімдер жеп жүріңдер. Балалар, енді тиынмен қоштасатын сәт еді. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Сау болыңыз, келіп тұрмыз. Балалар, сіздерге сабақ ұнады ма бүгін? Сізге қонаққа кім келді? Балалар, біздер қандай тапсырмаларды орындадық бүгін? Есімізге түсейікші кәне. Қандай тапсырмаларды орындадық? Дұрыс айтады, ағашқа өрмелетіп. Сосын тағы қандай тапсырма орындадық? Қос аяқтап секірдік. Ойындар ойнадық. Жарайсыңдар балалар. Осымен балалар, бүгінгі біздің ашық оқу қызметіміз аяқталды.